Күнделікті өмірде адам денесіндегі тарамыстың, сіңірдің тартылуы үнемі кездеседі. Қазақ медицинасы сіңірдің тартылуын қалай емдеген? Қазақ медицинасы оған былайша жауап береді. Балтырдың тарамысы тартылса, башпайыңыздан ұстап табанды сілке тартыңыз да, ауырғанына қарамастан сол күйінде біраз ұстап тұрыңыз. Онымен қоса бір мезгілде тартылған жерді сылап сипау керек. 3-5 минуттан кейін тырысқаны жазылады. Сонан соң балтырға жылытқыш, яғни грелка басып көрпемен қымтап тастаңыз. Бұдан сырт аяқтың сіңірінің тартылуына жасалатын таңертең және кешке табаныңызға жаңа лимонның шырынын жағыңыз. Кептіріңіз, ем-домды осы лайша 2 апта бойы қабылдасаңыз айығып кетесіз. Аяқтың сіңірлерінің тартылуы денедегі калий мен магнийдің тапшылығынан, кемдігінен де болады. Олай болса калий мен магнийді толықтауға да мән берген жөн. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген құнды мәліметтер алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.